Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте дәмді круассандардың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Кейін құмшекерімізді және де құрғақ ашытқымызды салып араластырамыз. Бір келкі араласқаннан кейін бетін жауып, бетінен шапка пайда болғанша қалдырамыз. Міне осылай біздің шапка пайда болып, көтерілетін болады массамыз. Енді осының үстіне бір шай қасық тұзымыз салып, жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бастапқыда осылай лопаткамен кішкене араластырып алатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп дайындап алыңыздар. Кейін қалған ұнымызды да салып, қолымызбен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай қолға жабыспайтын өте әдемі жұмсақ қамыр болады. Енді осынысын бетін жауып, көтерілгенше қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз шамамен 41 сағаттың ішінде осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Енді осы қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Мен 7 бөлікке бөлдім. Күлшелеп аламыз барлығын осылай. Құрметті менің оқырмандарым, алда шығатын керемет рецептерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Енді осы күлшеленген қамырларымызды жұқалап жайып шығатын боламыз. Осындай қалыңдықта жайылуы қажет. Осы ретпен барлық қамырларымызды жайып шығамыз. Енді осы қамырларымыздың үстінен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды жағамыз. Ерітілген сары май жағуға болмайды. Бөлме температурасында тұрған осындай жұмсақ сары майды орталарына жағып, қамырларымызды бірінің үстіне бірін қойып, орналастырып шығамыз. Сіздерге түсінікті болсын деп барлығын осылай асықпай түсіндірдім. Арасында осы қолдарыңызбен кішкене басыңқырап жібересіздер. Ең соңында үстіңгі қамырдың үстіне май жақпайсыздар. Және де осылай барлығын несеп алғаннан кейін, бір-бірінің үстіне қойып жайғастырып алғаннан кейін, оқтауымызбен үлкен домалақ етіп жайып шығамыз қамырымызды. Міне осындай қалыңдықта жайып шықтық. Енді осы қамырымызды бірінші осылай 4 бөлікке, кейін әр бөлікті осындай 4 бөлікке бөліп шығу қажет болады. Сонда барлығы 16 дана бізде круассан шығу қажет. Осылай барлығын бөліп дайындап алдық. Енді қаласаңыздар ортасына қалауларыңыз бойынша шоколад немесе варенка қолдансаңыздар болады. Варенканың сапалы Любавинка немесе Деп фирмасыныкін қолданыңыздар. Және де осылай орап шығатын боламыз круассандарымызды. Бас жағын кішкене осылай кесіп аламыз. Варенкамызды салып, жақсылап жапсырып, осылай барлығын осы ретпен
круассандарымызды дайындап шығамыз. Енді пергамент қағазы төселген противенімізге барлық круассандарымызды жайғастырамыз. Араларын қатты жапсырмай, ашық-ашық етіп орналастырыңыздар, себебі біздің круассандарымыз пісу барысында үлкейетін болады, бір-біріне жабыспай әдемі пісу үшін осы араларын ашық етіп орналастырасыздар. Және де бетін пищевая пленкамен немесе салафан қалташасымен жауып 15-20 минутқа тағы да қойып қоясыздар көтерілу үшін. 20 минут өткеннен кейін осылай көтеріліп шығады. Енді осыған бір жұмыртқаның сарысынан кішкене сүт араластырып, барлық жеріне жақсылап тегізіп жағып шығамыз. Және алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылайша пісіп шығатын болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.